Тараз өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасының әскери қызметшісі мен 85-95 әскери бөлімінде профилактикалық жұмыстарды жүргізу барысында және бейне бақылау камераларына қарау кезінде тұрмыстық қызмет көрсету бөлмесінде бір мерзімді әскери қызметшінің екіншісімен затқа таласып, ақырғысына оң қолының жұдырығымен бір соққы жасап және оң аяғымен басына бір рет теуіп қылмыс жасау фактісі бейнеленген. Осы ретте Тараз өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасының әскери қызметшісі мерзімді әскери қызметшілерді саптық алаңға тұрғызып, тізіммен тексеру барысында бір сарбаздың сапта жоқ екені анықталған. Орын алған қылмыстық құқық бұзушылықтың ізін суытпай ашу мақсатында әскери полиция қызметшісі казармалық үй-жайларды аралау кезінде мерзімді әскери қызметшінің киім-кешек сақтау қоймасында жасырылғаны белгілі болды. Аталған қылмыстық құқық бұзушылықты жасыру мақсатында әскери бөлім басшылығы мерзімді әскери қызметшінің дене жарақатын алу фактісін әскери құқық қорғау органдарына белгіленген тәртіппен хабарламай, сарбазды өз беттерінше жасырған. Мерзімді әскери қызметшінің денсаулығына келген зиянды анықтау мақсатында дәрігердің қарауына ұсыну кезінде сарбаздың денсаулығына ауырлығы орташа зиян келгені анықтамамен расталған. Осы істі жан-жақты және объективті қарау мақсатында Тараз өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасы мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 440 бабының 3 бөлігі 4 тармағымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, айыпталушының ісі сотқа жолданды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 387, 390, 393, 395, 397, 398, 401 баптардың талаптарын басшылыққа ала отырып, Шымкент гарнизонының әскери соты үкіметті Исабай Марат Салжанұлының Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 440 бабының 3 бөлігі 4 тармағында көрсетілген қылмысты жасағаны үшін айыпты деп танылып, оған 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын.